Құдай аспан домалақ ғалам. Енді білімдікке мен кеше ғана жеттім. Білімдік жазып отырып білімдік деген сөзге мен жеттім. Сенің 95% білімдігім бар. Жарық, ұлы қасиетті білімдік. Сомен Құдай аспан домалақ ғалам 18%. Құдайдығым бар, енді 3% мен бер қойдым. Бәріміз ауру жанбыз. Қалай болса солай. Кім қандай ауру жан. Кім өтірік айтады, мен сондай ауру жанмын десе, жындыхана бар. Бұл сақшылар бар, білмейм. Арағын шуап қуаласа. Енді сен қалай арақ ішпесең, қандай қалай есіртке, білмеймін олсын. Білген бірақ, есірткені қалай піспесең, қалай чекпесең, қалай темекін чекпесең, қалай чай ішпесең, шайма білмеймін. Қалай қумасан да 100% сен солай өзің қуасың. Сен 100% бөлік бассың. Жүрексің 100% жансың, міне. Жүректі міне бетінде жазылып тұр, көзінде. Сезімін. Енді мен білмеймін, мен адам баласы болайын деп жүрмін, негіз. Бірақ шынымен де мен адам баласымын. Миымда, жүрегімде, жанымда адам баласы болғым келеді. Енді жанды Құдай береді, мен Құдайдың баласы емеспін. Мен Құдайдың жаратылысымын. Мәңгі жан берген, мен Құдайға сыйынамын, мен қошқармын. Құдайдың алдында малмын. Енді бұлай адам сөзімен айтқанда. Бұлай адам баласымын. Құдай жаратқан. Құдайға әр кезде сыйынып тұрам. Өзімді сақтау үшін 17% жамандығымды. Пайызды 17 деген санды бұлтты елеспен Құдай жіберді маған. Білмеймін қай, 2019-да ма? Сол кезде мен бастадым пайыздарды. Пайыз енді мәңгі жарық білімдік, мәңгі жарық сандық сан. Мәңгі жарық білімдік Құдайдан тарайды. 95%-ға өмір тарайды. Уақыт, күнді, түнді, өмірді 95%-ға Құдай. Құдай аспан домалақ ғалам. Аумин.